Қайырлы күн достар, бүгін біз осындай баста өте әдемі тұратын, сәнді әрі ерекше, тез дайындалатын повязка түрін тігетін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Бұл повязканы жасау үшін 5 минут қана уақыттарыңыз кетеді. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Повязканы жасау үшін кез келген бізге созылатын мата қажет болады. Және де бастың өлшемін ұзындығына жібереміз. Және де енін 22 сантиметр етіп кесіп аламыз. Енді осы кесілген матамызды теріс бетінен қосып тігіп шығамыз. Тігіп болған соң оң бетіне айналдырамыз. Содан соң тігісімізді жатқызып үтіктеп алуымыз қажет. Енді осы тігілген матамыздың шетін, екі шетін зигзагтап немесе оверлоктаймыз. Мен де зигзагтап алдым. Енді мен көрсеткендей етіп бүктеп, тігісін сыртқа қаратып, екі шетін қосып шығыңыздар. Мінекей дайын күйінде осындай болуы қажет. Енді осы шетінен бірнеше тігіспен қайталап қосып тігіп шығамыз. Тігіс тігіп болғаннан кейін оң бетіне аударамыз. Мінекей біздің повязкамыз дайын болды. Бұны жасауға менің 5 минут қана уақытым кетті. Сіздер де жасап көріңіздер. Баста өте әдемі тұрады. Ұнаса лайк басып келесі видеомды күтіңіздер. Комментарий қалдырып каналға жазылуды ұмытпаңыздар.